Ya men endi осы Өлгөйдө 10 бакта Токтал деген кісінің баласымын, Бактымұрат деген атым. Осы ағашпен байланыс жұмыс істеймін, кигіз үйден. Енді бір осы жұмыс істегелі көп біраз болып қалды, сол енді 10-12 жылдай болды осы бастап істегеліме. Осы шаруамен айналыссам біраз болды енді. Кім біледі енді, ол мен әзір енді жылына бір 15 үйде істейміз. Жылында ма? Ja, жылына 15 үй. Енді қазақ үйдің айырмашылығы енді моңғол үйден ойлағанда диаметр кең, еңсесі биік. Я сондай болады енді моңғол үй болғанда. Артында не жоқ қой енді, деген қарын деген нәрсе матық. Ол жоқ енді баяғы. Моңғол үй болғанда диаметр кішкене болады. Қазақ үй болғанда диаметр кең. 80 бас үй 8 метр, 90 бас үй 9 метр, 100 бас үй 10 метр деген ұқсаған. Диаметр сондай. 6 қанат, 7 қанат деген ұқсаған. Сондай кең неме болады бізде болғанда. Енді жалғыз жері қазақ үйдің еңсесі биік, моңғол үйдің еңсесі тар деген сөз. Бұрын әкем істеген, бірақ мен өзім болғанда, әкем біраз істеген болып отыр ғой. Мен қазір менің мұғалімім бар. Мұғалім нағашым. Нағашым менің осы ар жақта Чымболат деген нағашым, осыдан үйренгенмін, осы кісі. Бәрін үйреткен кісі сол қазір жағдайда. Енді кигіз үйді сұраныс мол, қазір жақсы бар енді, бірақ сұраныс жылдан жылға бірақ мол. Бірақ енді бізде болғанда бұрын не болатын, енді бірінен бірі көріп, өзі мынаны өрнек салдырып, әшекейлеп, жазда әдемі ауаға отыру үшін мол, енді сол енді ауданды әшекей үйге заказ қылмақ. Енді әшекей үй дегенде мен жылына мен қатты өзім заказ қаласам, әшекей дегенде ойып салғанда 4-ақ үйге әуе алған. Одан арғай шамам келмейді. Я, сондай. Әшекей үйге сұраныс мол, заказ бар енді. Енді бізде болғанда өзім мен қазір болғанда жұмысшыларым бар енді кішкене. Мынадар қазір өзім болғанда бала шағаммен осы мынаны қабығын аршып дейміз, енді дәрісін деген. Қазір өзім болған сөйтіп жөндеп жатырмын. Осыдан былай жұмысшым бар. 3-4 жұмысшы келеді. Баяғы бізде закалға мол болған сайын жұмыс күші молая береді деген сөз. Содан кейін балам бар. Осының 6-шы класс. Сол осыған ұрымта. Келешекте сол өз менің ізім жалғастыра ма деген ойым бар енді. Бірақ дәл өзім бір жарым кісілерге үйреттім. Бажадар ма деген, балдыздар ма деген ұқсаған. Бірақ енді дәл енді алып жүретіндей емес, енді бірақ енді өз балам үйреніп жатыр бе? Үйреніп жатыр. Енді өзі негізі осы ұлттық өнерімді балама жалғастырып үйретіп кетем ба деген ойым бар енді. Ол қазір ұрымта жақсы.